Бәйтерек ауданының Саят этнотуристік орталығында Жомарт жүрек 2019 меценаттар форумы өткізілді. Форум аясында аудандағы белсенді бизнес өкілдері марапатталып, түрлі деңгейдегі ем-домды қажетсінетін мұқтаж балалардың шығармашылық жұмыстары аукционға шығарылды. Туған өңірге патриоттық сезімді ұлғайтқан Жомарт жүрек жобасының игілігін бүгінде ел көруде. Жоба шеңберінде өскен ауылдарында ірі әлеуметтік жобаларды іске асырып, көп балалы отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек қолын созған қайырқом жандар жетерлік. Туған жерге тағзым жасаған азаматтарға аудан әкімі салтанатты шарада құрмет көрсетіп, алғыс хат табыстады. Бәйтерек ауданы әлеуеті өте мол, сондықтан кәсіпкерлеріміз өте белсенді, бизнесті жыл сайын кеңейтіп келеді. Сондықтан әрдайым осы мұқтаж немесе өз ел мекеніне нақты қандай мәселе бар, қол ұшын созып, барлық мәселелерді назар бөліп келеді. Форумда емделуіне қаржылай қолдау қажет, балғындардың суреттерінен көрме ұйымдастырылып, жұмыстар аукционға шығарылды. Зилдар Дүйсенбаев, Айнара Исмагулова, Евгения Казанцевның шығармалары 200-250 және 550 мыңға бағаланып, Марат Асанов, Анатолий Даценко және Бекболат Шықанов есімді азаматтар мәрттік танытты. Айту керек, өз ісіне адал кәсіпкерлер ел экономикасын өркендетуге үлес қосып қана қоймай, ауыл тұрғындарында жұмыспен қамтып отыр. Осы Бәйтерек ауданға, бұрынғы Желеумен ауданына үлкен құрылыс материалдар жағынан үлкен база ашып, соны халыққа қызмет етудеміз. Әрине, бұл бизнесті дамытып, қазір облысымыздың және басқа да Қазақстан түкпір-түкпірлерінде үлкен құрылыс жұмыстарын жүргізіп отыр. Көпшілік қазақтың қазақшылығын танытатын мұндай ізгі шараның алдағы уақытта да дәстүрге айналарына сенімді. Гүлжаз Баделова, Алтынбек Өтешқалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.